Бәріне сәлем, бүгін сіздермен бірге сырнеке жасаймыз. Оңай рецепт, өте оңай. Жасап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Бисмиллахпен бастайық. Бисмиллах. Бірінші творогты өлшеп аламыз, барлығын өлшеп алған дұрыс, прям салмағымен дұрыстап шықсын. Творогты салып, жұмыртқаның тек қана сарысын саламыз. Қантпен ұнды араластырамыз. Творогтың именно брекеттегі творогтар деп айтады, 4 бұрыш сондай күшті болады да. Менде ондай болмады, менде жай ғана творог, мен суын сығылған творог сатып алғам да. Мен арнайы еще магазиннен алсаңыз, егер су болса, сығып алыңыздар өздеріңіз. Сонда күшті шығады, ажырамай, езілмей. Сосын формасын келтіреміз. Мен жүрекше және дөңгелек түрде жасадым. Содан соң азғантай отта қуырып аламыз. Екі бетін қызартып, бетін жауып қойдым мен. 1-2-3 минутқа қалдырдым. Ішіндегі нелер толық пісу үшін жұмыртқа, ұн, қаймақпен, вареньемен, кез келген шоколадпен, өзіңізге ұнайтын начинкамен жеңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Ора.